дүниеден өткен кезде әрбір сәжде қойылған орын оны іздеп жылайды дейді. Сол үшін біз намаз оқығанда орындарымызды қайта-қайта ауыстыратынбыз содан. Көбірақ жерде намаз оқысақ дейміз. Парызды бір жерде оқысақ, сүннетті екінші жерде. Ассалаумағалейкум, мұсылмандарым. Мына Дүмше молданың айтып отырған хадисі шайтанның шығарып берген өтірік хадисі. Өйткені намазда орын ауыстырудың ешқандай қажеті жоқ. Біздің әрбір айтқан сөзімізді, әрбір істеген ісімізді періштелер есеп кітабымызға жазып жатыр. Егер періштелер жазбай қалған күннің өзінде Аллах тағала бәрін көреді, бәрін естиді, бәрін біледі. Аллах пен періштелердің куәлігінен артық бізге не керек? Сондықтан осындай дүмше молдалардың шат бірағына сенбеңіздер.